Достар, баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге бүгін өте дәмді қазақи ас жаппасай дайындаймыз. Етімізді ұсақтап тураймыз және де қызып тұрған майда қуырып аламыз. Етімізді орташа отта қуырамыз, күйіп кетпеуі керек. Етіміз шала піскен кезде үстіне кубикталып туралған пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Пиязымыз жұмсап, қуырыла бастаған кезде алдын ала турап қойған капустамызды және де сәбізімізді саламыз. Тағы да араластырамыз. Бетін жауып, бұқтырып, орташа отта пісіреміз. Келесі кезекте піскен тағамыздың үстіне қалауыңызша тұз, түрлі бұрыштар қолдансаңыздар болады. Мен тек қана тұз қолдандым және де асымызға өң беру мақсатында томатный паста қолдандым. Жақсылап араластырамыз және де картошканы саламыз. И төрт бұрыштеліп туралған тәтті бұрышымызды салып араластырамыз. Толықтай араласқаннан кейін суымызды құйып орташа отта пісіреміз. Алдын ала илеп дайындап қойған қамырымызды теңді 2 немесе 3-ке бөліп, өзіңіздің қалауыңызша жұқа бешбармақтың жаймасы сияқты жаямыз. Қамырымыз жұқа болып жайылғаннан кейін май жағамыз. Майды толықтай барлық жеріне жеткізіп жаққаннан кейін пышақтың көмегімен бөлшектерге бөліп шығамыз. Бөлшектерге бөлінген қамырды бір-бірінің үстіне қойып, пышақтың көмегімен төртбұрыштап кесеміз. Және де орташа отта қайнап тұрған салмамыздың үстіне видеодағыдай салып 30 минут пісіретін боламыз. Және де піскен асымызды пештен аламыз. Қамырды жеке-жеке ашып, тәрелкамызға салып шығамыз. Қамырымыз жабыспайды, алаңдамаңыздар. Тек қана есте болатын жайт, пешімізді орташа отта қыздырамыз. Егер жылдам отта пешіңізді қыздырсаңыз, суы тез бітіп, қамыры піспей қалады. Сондықтан міндетті түрде отымыз орташа от болу керек. Біздің жаппасай асымыз дайын. Ас болсын, сіздермен бірге болған Ақбота. Каналыма жазылып, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.